Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, қонақтар және оқушылар, қадірменді ата-аналар, қымбатты мектеп бітіруші түлектер. Добрый день, дорогие гости, уважаемые родители, учителя и учащиеся. Сегодняшняя торжественная линейка посвящена знаменательному событию в жизни выпускников нашей школы. Сегодня для учеников 11 класса прозвенит последний звонок. Биылғы оқу жылында мектебімізді 11 сыныпта 35 оқушы, 9 сыныпта 49 оқушы аяқтағалы отыр. Ортаға 2025 жылғы түлектерді қошеметпен шақырамыз. А теперь разрешите пригласить под бурные аплодисменты выпускников 2025 года. В этом году нашу школу заканчивают 35 учащихся. Встречайте 11 классы со своими классными руководителями. 11 А сыныбы сынып жетекшісі Жаныспаев Қымбат Өміртаевна. 11 Б классный руководитель Есенгулов Казбек Мирамович. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын көтеру мәртебесі 11 сынып оқушылары Мұрсалимов Алданышқа Комарова Софияға беріледі. Мұрсалимов Алданыш Қарағанды облысының күз-көктем 2024-25 жылғы маусымының әуесқой футбол лигасының қола жүлдегері және Next Stars Қазақстан Испаниялық агенттігінің іріктеуіндегі жеңімпазы. Қарағанды облысының ашық біріншілігінде үздік ойыншы атағын иеленген және жыл сайын ауданымызда өтетін Сарыарқа спартакиадасының бірінші орын иегері. Комарова София, победитель многих поселковых, районных, областных соревнований, обладательница 2-го разряда по волейболу, лучший связующий, 3-е место в соревнованиях по игре Тугыс-Кумалак, 2-е место в военном троеборье среди девушек, посвященным столетию памяти героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Мектеп зел тіктір Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына тенел.
кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын имен аттаған ұл қыздарымыз ойы толып, бойы өсіп, Алтынұя мектебімен қоштасқалы тұр. Вот и закончилась прекрасная школьная пора. Впереди у вас экзамены. И вот сегодня для вас последняя торжественная линейка. Білімім отаным атты соңғы қоңырау мерекесіне арналған салтанатты жиынымыз ашық деп жарияланады. Торжественную линейку, посвященную празднику последнего звонка, просим считать открытой. Слово для поздравления предоставляется директору школы Ельшиной Айгуль Кусаиновне. Құрметті ұстаздар, ардақты ата-аналар, сүйікті оқушылар. Тағда бір оқу жылы артта қалды. Жазғы демалысты, көңілді, қауіпсіз және тиімді өткізулеріңізге тілектеспіз. Құрметті түлектер, сіздерді бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл күн мектеп қабырғасынан үлкен өмірге бастайтын мәнізді сәттің бірі. Армандарыңыз асқақ, болашақтарыңыз жарқын болсын. Ұстаздарыңыздың берген білім мен тәрбиесі өмір жолында сенімді серік болсын. Ата-аналарыңыздың үміттін ақтап, отанымыздың абыройлы азаматты болуларыңызға тілектеспіз. Уважаемые учителя, дорогие родители, гости и, конечно же, наши любимые выпускники. Сегодня в нашей школе особенный, волнительный и запоминающийся день. Последний звонок – это не просто завершение учебного года. Этот символ прощания с детством, с привычными школьными буднями, с учителями, которые столько лет были рядом с вами. Дорогие выпускники, вы стоите на пороге взрослой жизни. Впереди у вас множество дорог, новых открытий, испытаний и, конечно же, побед. У каждого из вас свой путь, но мы верим, что школа дала вам прочную основу знания, жизненные ориентиры и веру в себя. Спасибо вам за яркие школьные годы, за ваши успехи, за добрые сердца и за то, что вы настоящая гордость нашей школы. Благодарим родителей за поддержку и участие, за то, что были рядом на всем пути. Выражаем благодарность нашим уважаемым педагогам за их терпение, труд и преданность делу. Дорогие выпускники, не бойтесь мечтать, идите вперед с открытым сердцем, чистыми помыслами. Пусть ваш путь будет светлым и добрым, а последний звонок станет началом новых великих свершений. Жолдарыңыз ашық болсын, қадамдарыңыз сәтті болсын, соңғы қоңырау құтты болсын. Зачитать приказ об окончании учебного года приглашается замдиректора по учебной работе Солтаншарав Динаш и Шлыкова Александра Николаевна. Спасибо. 23 мамыр 2025 жылғы номері 137 бұйрығына және 22 мамыр 2025 жылдың педагогикалық кеңестің номері 7 шешіміне сәйкес 2024-2025 оқу жылының аяқталуын және оқушыларды ауыстыруын бұйрығы негізінде 2024-2025 оқу жылының басталуы мен аяқталуының келесі мерзімдері белгіленсін. 2024 жылғы 1 қыркүйек, 2025 жылғы 23 мамырды қоса алғанда. Оқу бағдарламасын меңгерген
бірінші, төртінші сынып оқушылары келесі сыныптарға ауыстырылсын. Бірінші А сыныбы 17 оқушы, бірінші А сынып 13 оқушы, бірінші Б сынып 22 оқушы, екінші А сынып 15 оқушы, екінші А сынып 18 оқушы, екінші Б сынып 16 оқушы, үшінші А сынып 17 оқушы, үшінші А сынып 19 оқушы, үшінші Б сынып 18 оқушы, төртінші А сынып 24 оқушы, төртінші А сынып 15 оқушы, төртінші Б сынып 8 оқушы. Барлық пәндер бойынша оқу жоспары мен бағдарламасын орындаған 5-ші, 8-ші, 10-ші сынып оқушыларын қазақ тілінде оқылатын сыныптарда және орыс тілінде оқылатын сыныптарда қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша аралық аттестаттауға келесі құрамдағы оқушыларға рұқсат етілсін. 5-ші А сынып 17 оқушы, 5-ші А сынып 15 оқушы, 5-ші Б сынып 18 оқушы, 5-ші В сынып 12 оқушы, 6-ші А сынып 24 оқушы, 6-ші Б сынып 15 оқушы, 7-ші А сынып 10 оқушы, 7-ші А сынып 15 оқушы, 7-ші Б сынып 13 оқушы, 8-ші А сынып 10 оқушы, 8-ші А сынып 17 оқушы, 8-ші Б сынып 12 оқушы, 10-ші А сынып 10 оқушы, 10-ші Б сынып 8 оқушы. Барлық пәндер бойынша оқу жоспары мен бағдарламасын орындаған 9-ші сынып оқушылары негізгі орта білім беру курсы үшін қорытынды аттестаттауға келесі құрамдағы оқушылар жіберілсін. 9-ші А сынып 24 оқушы, 9-ші Б сынып 11 оқушы, 9-ші В сынып 13 оқушы. Жалпы орта білім беру курсы үшін оқу жоспары мен бағдарламасын орындаған 11-ші сынып оқушылары және қорытынды аттестаттауға рұқсат етілсін. 11-ші А сынып 17 оқушы, 11-ші Б сынып 17 оқушы. Үздік жетістіктері мен үлгілі тәртібі үшін келесі үздік оқушылар мақтау қағаздармен марапатталсын. Марапаттау рәсіміне Болат Әли Ақжарханұлы 2-ші А сыныбы. Бұғай Айым Ерболатқызы 2-ші А сыныбы. Елшина Каусар Мадиярқызы 2-ші А сыныбы. Нұрмағамбетов Расул Дәуренович 2-ші А сыныбы. Сансызбай Бегарыз Тастанова 2-ші А сыныбы. Төкен Аиша Асхатқызы 2-ші А сыныбы. Ғалым ұлы Айбақ 2-ші А сыныбы. Қуандақ Ақжайық 2-ші А сыныбы. Байтасов Әлем Бауыржанович 2-ші Б сыныбы. Богаченко Ульяна Никитична, 2 Б класс. Галявиева Ариана Рустамовна, 2 Б класс. Байтасов Әлем Бауыржанович 2-ші Б сыныбы. Котлевский Иван Сергеевич, 2 Б класс. Лунгу Полина Петровна, 2 Б класс. Саматов Алишер Жасыланұлы 2-ші Б сыныбы. Мақашев Жантас Жомартович 2-ші Б сыныбы. Амандық Аяулым 3-ші А сыныбы. Баянова Сымбат Эрнаровна 3-ші А сыныбы. Мақсутов Нұразыл Азаматович 3-ші А сыныбы.
Рашид Әділ Дулатұлы, 3-ші А сыныбы. Сураухан Ағарыз Бауыржанұлы, 3-ші А сыныбы. Аубакер Мадина, 3-ші Ә сыныбы. Ахат Марғұлан Қадырұлы, 3-ші Ә сыныбы. Махан Төре Нұрсила Шынатқызы, 3-ші Ә сыныбы. Самек Әли Білімханұлы, 3-ші Ә сыныбы. Төкен Раушан Асхатқызы, 3-ші Ә сыныбы. Абенова Элиса Муратовна, 3 П класс. Делолио Вадим Александрович, 3 П класс. Саяпина Карина Ивановна, 3 П класс. Панкова Кира Богдановна, 3 П класс. Хамичина Амина Алексеевна, 3 П класс. Абилов Адиат Алилханович, 4-ші А сыныбы. Туғай Нұрхан Ерболатұлы, 4-ші А сыныбы. Кульбаев Нұрасыл Шаймұратович, 4-ші А сыныбы. Жанимхат Жансерік, 4-ші А сыныбы. Сұңғатола Әліби Асқарұлы, 4-ші А сыныбы. Шакенова Ансаған Оразгелді қызы, 4-ші А сыныбы. Шері Зере Нұржан қызы, 4-ші А сыныбы. Батыржан Шерхан, 4-ші Ә сыныбы. Хавдрасулұлы Нұртілеу, 4-ші Ә сыныбы. Қуат Нұртілеу Хавлетұлы, 4-ші Ә сынып. Хусаян Перизат Болатбек қызы, 4-ші Ә сынып. Шарипова Гавхарой Бегим Хусановна, 4 П класс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2024 жылы ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында еліміздің болашақтағы негізгі сұлбасын әділетті Қазақстан, адал азамат, озық ойлы ұлт деген 3 таған ұғым арқылы сипаттады. В соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева на 3-м заседании Национального Курултая Адал Адам, Адал Янбек, Адал Табыс в 2024 году обозначены единое видение развития государства и консолидация усилий общества на его достижение. Вместе с этим образ будущего нашей страны отражается в триаде: справедливый Казахстан, ответственный гражданин, прогрессивная нация. Мектеп маны толыпты жарасымға, ізгілікте мейірім бәр осында. Өмірге қанат қақты жас өріндер, асыл арман гүл атып санасында. Дорогие выпускники, сегодня все в большом волнении. Сегодня все хотят поздравить вас и просятся сюда на сцену. Наш самый младший, 1 класс. Тілектер ашық болсын таңдарыңыз, аға жолғой біздің де таңдарымыз. Сіздер салған білімнің көпірімен талай биік шығамыз шыңға әлі біз. От первоклассников примите в прекрасный праздник поздравления. Удачи вам, выпускники, ждут великие свершения. Біліне қайнар бұла, өнерде жақын шақтырағы, өзі мектебін шатыра соқырағы. Мы принимаем эстафету и обещаем не сдаваться, как вы науки изучать, надеждой школы оставаться.
Сағынармыз біз сіздерді қашанда, қиырларға қандай алыс барсақ та. Аман болшы ұстаздарым мектебім, түлектерін қанат қақсын жан жаққа. Деп жүректер лүпіл қаққан, қимастық пен қуаныш, аңсау мен арман сезімдер араласқан, осынау сәтте шәкірттік сәттің соңғы, өмір жолының алғашқы қадамында тұрған жас түлек, ендігі сөзді сіздерге береміз. Дорогие учителя, вы строгие и ласковые, мудрые и чуткие, вели выпускников сквозь годы детства, вкладывали в каждого частицу своего сердца, учили быть чуткими, честными, полезными и нужными людям, своей стране. Наши выпускники благодарны вам за это. Расставаться приходится с детством, не взрослеть, к сожалению, нельзя, но навечно останутся в сердце ваши любимые учителя. 11 сынып түлектерінің атынан құттықтау сөз кезегі Саметай Арсыланға, Зайцев Ярославқа беріледі. Бүгін біз үшін ерекше күн. 11 жыл бұрын мектеп табылдырған жасқан аттансақ, енді сол мектеппен қимай қоштасып тұрмыз. Осы жылдар ішінде білім алып қана қоймай, өмірдің алғашқы сабақтарын үйрендік. Қиындықта төзімділікті, жеңісте қарапайымдылықты сезіндік. Сынып жетекшімізге, Қаныш Сатпаев мектебіне, ұстаздарымызға, директорымызға алғысымыз шексіз. Сіздер бізге қанат бердіңіздер. Әрдайым қасымыздан табылып демеу болдыңыздар. Бүгін қоңырау соңғы рет соғылып тұр. Бұл кезеңнің аяқталуы емес, жаңа жолдың басталуы. Алда ұбыты, үлкен өмір, жаңа армандар. Қай жолды тыңдасақ та, мектепке деген сағыныш пен қимастық әрқашан бірге жүреді. Рахмет мектебім, қош бол балалық шақ. Делая первые шаги в взрослую жизнь, хочется поблагодарить всех наших учителей и администрацию за огромный вклад в каждого из нас. Спасибо за знания, заботу, поддержку и вечный стимул. Спасибо за то, что верили в нас и всегда помогали. Искренне хотим оправдать ваши ожидания и достичь тех высот, которыми вы нас подталкивали всеми силами. Благодарим вас за все и желаем вам всего самого-самого наилучшего на долгие годы. Сегодня в нашей школе особенный момент. Мы начинаем новую добрую традицию, где символ знаний, ключ, будет торжественно передан от выпускников следующему поколению старшеклассников. Этот ключ не просто символ, он знак ответственности, стремления к знаниям и готовности вести за собой младших. Білім кілтін табыстау үшін бұртаға 11 сынып түлектері Қанатбек Жалғасты, Ягелович Максимді қабылдап алу үшін 10 сынып оқушылары Зұрман Маралды, Амангелді Темірланды ортаға шақырамыз. Мектебімнің жолы естелікке толы, өмірімнің үлкен өткелі. Оқулық пен дәптер оқып жүрген сәттер, көңілімнің көркем көктемі. Білім ел тұрақтысы, кемел болашақтың кепілі. Бұл кілт жай ғана белгі емес, бұл үні пен сенімнің, талап пен жігердің, ілім мен парасаттың алтын кілті. Бұл тағылымы терең, тәрбиелік мәні зор ерекше сәт. Мектеп заңдарын сақтаңдар, достық пен бірлікті қадірлеңдер.
осы мезетте алтын кілтті салтанатты түрде табыстауға рұқсат етіңіздер. Сегодня для нас прозвучит последний звонок. Мы уходим, а вам, 10 класс, совсем скоро предстоит занять наше место. Мы передаем вам ключ знаний, символ того пути, который теперь предстоит пройти вам. Цените своих учителей. Уважение к ним – это уважение к самому процессу учебы и к своему будущему. Берегите все, что делает школу живой. Дружбу, традиции, стремление к лучшему. Удачи вам, 10 класс. Мы верим в вас. Қолымызға ұстап тұрған бұл білім кілті жай ғана символ емес, бұл үлкен сенім мен жауапкершілік. Бұл кілт бізді жаңа әлемге, сенім мен тәрбиенің, ізденіс пен жаңалықтың әлеміне бастайды. Бізге сенім артып, қолдау көрсетіп отырған ұстаздарымызға және ата-аналарымызға алғысымыз шексіз. Дорогие выпускники, сегодня мы принимаем ключ знаний, как символ преемственности, ответственности и новых шагов. Мы понимаем, впереди важный год, и мы постараемся оправдать ваши ожидания. Мы обещаем беречь школьные традиции, уважать труд наших учителей. Пусть ваш путь за пределом школы будет светлым, а наша дорога будет достойным продолжением вашего. Удачи вам и спасибо! Он бірінші А сыныптың орындауында тілектер әні қабыл алыңыздар. болмайды жол қысқа жан өмір тарауға сен бағынар бәлкім біздер ертең тым сирек жолығармыз естеліктерді өткен айтып көп сырласамыз бұл ұлық махаббат екінші үйдей жандар жай таппайды қайта келмейтіндей біз сезінеміз бұл сағыныштың күшін алғысымыз әнде бөлек барлығы үшін кете алмаспыз түк қиналмай
бір күн мектепті еске аламыз қиналмай. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь и мило школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все-таки сложно ни года, ни два забыть. Знаешь, понимаешь, видишь, все, кто был с тобою, разбегутся друг от друга. Новый мир откроют все родные учебники. Вот как ты снимаешь первые каникулы, ты по всем скучаешь. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь и мило школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все-таки сложно ни года, ни два забыть. Бүгінгі салтанатты жиын мектеп бітіруші жас түлектердің өміріндегі аса маңызды кезеңдердің бірі. Бұл балалық шағымен қоштасып, үлкен өмірге қадам басатын жауапты сәт. Осы бір толқынысқа толы мезетте түлектердің жүрек тебірентер сырын жеткізер, мектеппен қоштасу сәтін бейнелейтін соңғы мектеп вальсіне кезек берсек. Дорогие выпускники, наверное, ваше состояние сейчас невозможно передать словами. Вас переполняют разные чувства, но мы знаем точно, они искренни, и нам действительно жаль, что вы уходите. И для вас звучит сейчас ваш последний школьный вальс. Өзіңнен бастау алған бала сезім, білемін еш уақытта жеңілмесін. Өмірдің қол созған мен жаңасына. Down by the water, under the willow, sits a lone ranger minding the willow. He and his wife once lived happily, planted a seed that grew through the reeds. Summers and winters, through snowy Decembers, sat by the water, close to the embers, missing out the lives that they once had.
назарларыңызды аудандық өнер менен өмірім балалар шығармашылық байқауының бірінші орын иегері Орал Айғанымның орындауында соңғы қоңырау әні қабыл алыңыздар. Соңғы қоңырау, соңғы үн, сыңғырлап жатыр бал күнім. Қош айтам бүгін мектебім арманға жол ашар тан күнім. Ең қуанышты әрі салтанатты сәтте келіп жетті. Қазір сіздер үшін түлектер соңғы қоңырау соғылады. Бұл қоңырау үні ерекше. Оның үні жүректеріңізде балалық шақтың, мектептегі достықтың және осы күннің жарқын, жақсы естеліктерінің үні болып сақталсын. Наступает самая радостная и торжественная минута. Сейчас для вас, выпускники, прозвенит звонок. Этот звонок особенный, он не похож ни на один ранее звучавший. Пусть его звон сохранится в ваших сердцах, как звон детства, школьной дружбы и добрых, хороших воспоминаний об этом дне. Соңғы қоңырауды соғу үшін ортаға 1-ші және 11-ші сыныптың оқушылары шақырылады. Ал ендеше 11-ші сынып оқушысы Талғат Назерке, 1-ші сынып оқушысы Макашев Тимур. Ученица 11 Б-класса Шлыкова Альбина, ученик 1 Б-класса Пахилько Михаил. Гүлді көктемім, күнде мектебім, шашатын ертеңіме жарық бартадан. Қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға,
жетеміз біз асқарға ортадан қол созақ аспанға жаңа өмір бастауға жетеміз біз асқарға Бұл бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткенін. Мектеп түзел, тік тұр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына теңел. Келешек өмір қандай болса да, қуаныш мен реніші қатар келсе де, еліміздің қай түкпірінде болсан да, сен міндетті түрде Алтын Ұя мектебінде бірге өскен достарынды осы салтанатты толғандырар минутты естен шығарма, жолдарын ашық болсын. Ну вот и все, пора прощаться. Зовет в дорогу вас мечта. Но как же трудно расставаться с любимой школой навсегда. Право первыми уйти с линейки предоставляется выпускникам. Пожелаем нашим выпускникам светлой дороги к тем целям, которые они для себя наметили. Соңғы қоңырау мерекесіне арналған салтанатты жиынымыз жабық деп жарияланады. На этом наша торжественная линейка, посвященная последнему звонку, объявляется закрытой. Счастливых каникул! Жарық партадан қосызды аспанға, жаңа өмір
Теге сөзден басылған өмірдегі метеке алғаш ешқашқаннан осылай берген қолыма ең алғашқы әліппет Тұмама жолына қырық екі әріпет Тұл болған қызыққа туған еді сол